Пойразды аман алып қалған Мүнтәз оған бір тапсырма береді. Егер оны орындамасаң, өлесің деп қорқытады. Пойразға бір террористті көрсетіп, осыны өлтіресің. Ол Түркияға жарылыс қойып қашып кеткен. Қазір Сирияда деп естідік. Соны тауып өлтірсең болды дейді. Айшагүлдің бейіт басына келіп жылап отырғанын Пойраз сыртынан көреді. Баруға ұмтылғанымен Мүнтәз оған арада келісім барын, оны бұзуға болмайтынын айтып ескертеді. Содан Пойраз сақал қойып Сирияға барып террористі іздейді. Бұл жерден таба алмайды. Басқа жақтан да іздеп, базарда сатушы да болады. Базарда атыс болып ұсталып қалады. Пойразға сені кім жіберді деп әбден қинайды. Қамауда ұстайды. Пойраз сонда да айтпайды. Біраз күн қамауда болып, жоспар құрып, ақыры қашып шығады. Тапсырылған адамды қолға түсіріп, байлап қояды. Жан-жағына жарылғыш заттар қойып, бомба кигізіп шығып кетеді. Өзі сыртқа шығып, ғимаратты жарып жібереді. Бір үйге келіп жатады. Мүнтәздар келеді. Пойраз, айтқандарыңды істедім, енді қайтуыма болама дейді. Әлгі адам, жоқ, біздің бір агентіміз жоғалып кетті. Соны тапсаң сені елге қайтарамыз деп айтады. Сол бөлмеге Шынардың қарындасы Еда кіріп келеді. Пойразбен амандасады. Бұл қыз сенің әйелің болып жанында жүреді деп, тағы да бір істі қолға алады. Сөйтіп жүргенде тағы бір жыл өтіп, Пойраз елге оралады. Бірінші қарындасы Мелтемге келеді. Мелтемді таппайды. Ол үйінен көшіп кеткен екен. Сосын Айшагүлге келеді. Ол үйде бос тұр. Сатуға шығарып қойыпты. Өзінің үйіне келеді. Үміранды сұрайды, полковник мырзаны сұрайды. Бір жігіт, бұл үй бұзылатын болған соң, барлығы көшіп кеткен деп айтады. Мүнтәзға хабарласып, Айшагүл қайда деп сұрайды. Мүнтәз, Айшагүл шетелге кеткен, оны қоядыр. Жаңа тапсырма бар, соған кіріс дейді. Пойраз мақұл деп Еданың үйіне келеді. Сол үйде үлкен той болып жатыр. Күзетші кімге келдің деп сұрайды. Пойраз, Едаға келдім, мен оның күйеуімін деп ішке кіреді. Сол жерде Айшагүлдің үйлену тойы болып жатқанын, Айшагүлді той көйлегімен көреді. Өз көзіне өзі сенбей тұрады. Айшагүл де қарап тұр. Пойраз кетіп қалады. Айшагүл талып құлайды. Той тоқтайды. Пойраз не істерін білмей, көргендеріне сенбей ашуланып Мүнтәзға келіп, оны жұлқылап, Айшагүлдің шетелде дегені қайда? Ол неге басқаға тұрмысқа шығып жатыр? Ол үйде Айшагүл не істеп жүр деп бақырып, орындықты лақтырып ашуланады. Мүнтәз түсіндіріп айтады. Ол өзін теңін тапты, сол үйдің келіні болды, бақытты, дейді. Сол кезде Еда келеді. Айшагүл ауруханада жатып әкесіне, мен Пойразды көрдім дейді. Бахри, қызым Пойраз өлген, саған елестеген шығар, сені психиатрға көрсетеміз дейді. Айшагүл, жоқ әке, анық көрдім, ол маған қарап тұрды деп жылайды. Пойраз Еда мен Мүнтәз үшеуі біраз ұрсысады. Пойраз Айшагүлге барамын деп кетпекші болады. Еда, ол сені көріп талып қалды, оны ауруханаға алып кетті дейді. Пойраз, онда ауруханаға барамын деп кетіп қалады. Айшагүл палатасынан шығып кетіп бара жатқанда артынан Пойраз келеді. Айшагүл бірдеңені сезгендей артына қарайды. Пойразды көреді. Көзіме елестеп тұрған шығар деп қашады. Пойраз артынан қуады. Айшагүл, кет, сен өлгенсің, кет деп айғайлап қашып барады. Біраз жүгіріп бір жерге отырып жылайды. Пойраз жанына келіп, Айшагүл, бұл менмін, Пойраз, мен өлген жоқпын деп қолын ұстайды. Айшагүл, сен тірісің бе деп құшақтайды. Жылап құшақтасып біраз отырады. Мен сенің мәйітіңді көрдім ғой, өзім жерлегенде болдым. Осы уақытқа дейін 2 жыл бойы қайда жүрдің? Маған бір қоңырау шалуыңа болатын еді ғой. Басымнан не өтпеді менің деп Пойразды ұрып жылайды. Пойразда үн жоқ. Мен тұрмысқа шықтым дейді Айшагүл. Сол кезде Пойраз, неге үйттің? Сені қинап берді ме дейді. Айшагүл, кім қинады? Мен өз еркіммен сені ұмыту үшін шықтым деп айтады. Шынар палатаға келіп Айшагүлді іздейді. Медбике мына жаққа кетті деп көрсетеді. Айшагүл деп дауыстап іздеп келеді. Айшагүл Шынардың дауысын естіп, мен кетуім керек, Шынар келді дейді. Пойраз, Шынар деген кім деп сұрайды. Айшагүл,
ол менің күйеуім деп шығып, Шынарды Пойразға көрсетпей алып кетеді. Пойраз есеңгіреп, бақырып сол жерде қалады.